Балалар барлығымыз тақтаға қараймыз. Біздің келесі тапсырмамыз бүгінгі сабағымызды бекіту тапсырмасы. Бүгін біз сендермен тың және тыңайған жерлерді игеру бойынша сабақ өттік. Енді 5 сабақ стратегиясы бойынша бүгінгі өткен тақырыбымыздағы барлық сұрақтардың жауабын іздеп көрейік. Бізге берілген қанша деген сұрақтар бойынша сұрақтар қойылады. Біз осы сұрақтардың жауабын тездетіп жауап беруге тырысайық. Келістік пе? Түсінікті ме тапсырма? Жақсы, онда бізде тың және тыңайған жерлерді игеру бірінші қай деген сұрақтан бастап көрейік. Қай жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитеттің бірінші хатшылығына Пономаренко тағайындалды? Жандос қол көтерді бірінші? 1956 жылы. 26 жылы ма? Тарихи кім тағайындап көреді? 1954 жылы ақпанда. Дұрыс айтады, 1954 жылы ақпанда. Ештеңе өте жақсы. Келесі қай жылдар аралығында 25,5 миллион гектардың және тыңайған жерлер игерілді? Қай жылдар аралығында? Дәл салтанат бірінші көтерді. Ойлаймын бірінші 1960 жылда. Дұрыс па? Жақсы, отыра ғой. Қай жылдар аралығында Қазақстанға тың игеруге байланысты отбасылар қоныстандырылды? Қай жылдар аралығында Қазақстанға тың игеру мәселесіне байланысты отбасылар қоныстандырылды? Ақсаған? 1954 жылы бірінші тың игеруші отбасылар қоныстана бастады, ал 1959 жылдары аяқталды. Сонда жалпы қай жылдар аралығында? 54-59 дейміз, е? Жақсы, жарайды, қабылдайық. Келесі, қай жылдар аралығында Қазақстанда тың жерлерді игеруге 20 миллиард сом қаржы жұмсалды? Айбар, көтерді бір шайратызға көрейік. Қазақстанда тың игеруге 20 миллион сом 1954 жылдан 1959 жылға дейін жылдар аралығында 20 миллион емес, балалар, 20 миллиард. Шатастырмаймыз. Жақсы, келесі енді қанша деген сұраққа көшейік. Тың игеру жылдары Қазақстанда қанша жер жыртылды? Жандос, бірінші кім көтерді, содан сұрайық, иә? 1954-1960 жылдары Қазақстанда 25,5 миллион гектар жер жыртылды. Жақсы. Келесі 1956 жылы Қазақстанда қанша пұт астық өндірілді? Айба, тағы кім бар? 1956 жылы Қазақстанда 1 миллиард пұт өндірілді. 1 миллиард пұт не өндірілді? Пұт астық өндірілді. Келесі, тың игеру жылдары қанша гектар жер эрозияға ұшырады? Жақсы. Келесі 1959 жылы халық санағы бойынша қазақ халқының саны қанша пайызды құраған? 29% құрады. Енді осы санмен қанша? 29% қанша халық? Білеміз бе? Кім біледі? 2,700,000 мыңдай. Жақсы, келесі қандай деген сұраққа көшеміз? Тың игерудің негізгі себебі қандай? Не себепті тың игеруге шешім шығарды? Қалай ойлайсыңдар? Не себепті? Неге? Қандай? Негізгі себептері қандай? Қалай ойлайсыңдар? Кәне? Тың игерудің негізгі себебі аңсаған? Еліміздің жерлері тыңайған жерлерді игеруге қолайлы деп есептеді. Қазақстанның жері астық өндіру ісіне өте қолайлы деп есептеді деп ойлайсыңдар? Жақсы, отыра ғой. Тағы да біреулерің бар ма осы туралы айтарларың? Әлде осыған келсеңіз бе бәріміз? Соғыстан кейін өз экономиканы қалыпқа келтіру үшін. Соғыстан кейін өз экономиканы қалыпқа келтіру үшін. Жақсы, соғыстан кейін экономиканы қалпына келтіру үшін де Жандос тағы да бірдеңе айтқысы келіп отыр. Мәскеу басшылығы Қазақстанда ауыл шаруашылық өндірісін және де астықты тез арттыра аламыз деп осы жобаны құрды. Жақсы, жарайды. Айтқандарына келсеңіз, жалпы үшеуінің айтқандары да шындыққа саяды. Келесі, тың игерушілерге қандай материалдық ынталандыру болды? Қазақстанға келген тың игерушілерге қандай материалдық көмек көрсетілді? Қандай материалдық көмек көрсетілді? Кәне, кім айтады? Кәне, аңсаған? Тың игерушілердің отбасыларынан 1000 және 500 сом аралығында ақшалай қаржы бөлінді, ал адам басына 150 сомнан 200 сомға дейін барды. Жақсы. Тағы да бар ма? Басқа көмектер болды ма? Ал жансаяқ. Үй салуға 10 жылға 10 мың сом несие берілді. Жақсы. Үй салуға 10 жылға 10 мың сом несие берілді. Жақсы. Келесі сұрақ.
тың игерудің жағымды жақтары бар ма? Қандай? Тың игерудің. Ал Жандос. Қазақстанда жаңа қалалар мен аудандар ашыла және де осы тың игеруде жаңа темір жолдар мен жолдар жасалды және де басқа жаңадан техникалар әкелінді. Жақсы, жарайды. Келесі сұрақ, тың игеруден қандай қателіктер жіберілді деп ойлайсыздар? Жіберілді ме жалпы? Аңсаған, тағы да аңсаған басқамыз ше? Тың игерудің барысында 9 миллион жер эрозияға ұшырап, ауру саласынан мал шаруашылығына жер қалмады. Мал шаруашылығы жайын жер қалмады. Тағы да жақсы. Тағы да осыдан басқа. Біз енді бұл жарайды шаруашылық туралы айтып тұрмыз, е? Ал одан басқа қандай тағы да біз үшін жағымсыз тұстар болды деп ойлайсыңдар? Ең басында 13 миллион гектар жерді жыртайық деген, бірақ соңында 19 миллионға дейін жетті. Тіпті 25 миллионға дейін жетті, иә? Ал енді жалпы басқа мәдени саладан ше, жалпы қазақ халқына қалай әсер етті бұл тың игеру саласы айтыңдаршы. Осы тың игеру бойынша кәні, аңсаған Жандос екеуін тартыңдар. Аңсаған өз ойын айта қойшы. Тың игеру жылдарында 54 жылдан бастап басқа ұлт өкілдері көшіріле бастағандықтан біздің елімізде қазақ халқының саны төмендеп, қазақ тілі отандық тілге айналған. Қазақ тілі тек тұрмыстық тілі деңгейіне қалып қойып айтуға болады, иә? Жақсы. Жақсы, онда балалар, өте жақсы 5 сұрақ стратегиясы бойынша біз сендермен бұл өткен тақырыбымызды жалпы қайталап, қорытындылап бекітіп шықты деп ойлаймын. Енді сендерге екі топқа мынандай тапсырма, ол синквейн. Мына қағазды қазір сендерге беремін. Бір топқа тың игеру, бір топқа тың зардабы деген тақырып бойынша міне бір 2 минут уақыт беремін, тездетіп синквейн әдісімен өз ойларыңды қорытындылап көріңдер. Кәне мен тақтадан ашып қоямын, 2 минут уақыт кәне тездетейік. Міне балалар, көрдіңдер ма? Тың игеру. Тездетіп. Тың игеру және тың зардабы деген екі тақырып бойынша екі топ зат есім берілген, сендер тек қана сын есім, етістік, сөйлем, синоним арқылы өз ойларыңды қорытындылап көріңдер. Тың игеру, сын есім 2 болу керек, етістік 3, сөйлем 1 сөйлем, синоним ол да 1 болу керек. Кәне тездетейік, 1 минут. Тың игеру, тың зардабы. Етістік 3 болу керек. Тың игеру дегенде, ол не тың игеру? Не істеді? Тың игеруде. Берді. Тағы да қалай болу? Жарайды, ондан болу, аха. 3 етістік болу керек. Кәне, мына топ не істеп жатырмыз? Өте жақсы. Сретті, жағымсыз. Топырақ өзіяға ұшырады. Кәне, аяқтайық балалар, тездетейік уақыт. 1 минут, 2 минут уақыт берген, 2 минут уақытымыз өтті. Тез-тезден. Етістіктерді бір ауыз сөзбен де жазуға болады. Аяқтасаңдар, белгілерді аяқтады. Өте жақсы. Синоним. Бір сөзбен. Тың игеру синоним тағы да тың игеру деген сөзді басқаша қалай айтуға болады? Қалай өздерің синоним деген. Қалай айтуға болады? Жоқ, басқаша. Ол балалар синоним деген не деген сұраққа жауап береді? Не деген сұраққа жауап береді синоним дегенде? Өйткені біздің алып тұрған зат есіміміз не деп тұр ғой? Ол да не деген сұраққа жауап беру керек. Не деген бір ғана сөзден тұратын сөз болу керек. Не деген сұраққа жауап беру керек.
Дайынбыз ба? Кәнекей дайын болсақ, екі топты да ортаға қорғауға кәне бір оқушы шығып, өз ойларын топтың атын қорытындылап береді. Кәнекей. Кәне. Шәбендер кеп. Ақан тез-тезден бастап жүрейік. Жоспарлы жинайған тың игеруді, жер игеруді астық өнімін арттырды, жоспарланды. Жинайған жерлерді игеру барысында жаңадан технологиялық дағдарыстар ашылды. Мол астық. Жақсы, келесі. Жақсы. Қасіретсіз, жағымсыз. Топырақ эрозияға ұшырады, экологиялық тепе-теңдік бұзылды. Қазақтардың саны азайды. Сөйлем. Тың игерудің жағымды жағынан зардабы соқтырды. Так, жақсы, қиындық деп алыпсыңдар, е? Мүмкін басқаша қасірет деп алуға болады ма? Бірақ енді соншалықты қасірет деп те айта алмаймыз ол тың игерудің зардабын. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақтың бекіту кезеңіндегі сендердің 5 сұрақ стратегиясы және тақырыпқа рефлексия синквейінді өте жақсы орындады деп есептеймін. Өте жақсы, рахмет.